Қасиетті Рамазан айы мүбәрәк болсын. Рамазан айының оразасының дұрыс болу шарттарының бірі ниет ету. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім оразаға түнде ниет етпесе, оның оразасы жоқ деген. Басқа бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім таң атқанға дейін оразаға ниет етпесе, оның оразасы жоқ деген. Бұл хадистер оразаға ниет етудің қаншалықты маңызды екенін білдіретін хадистер. Оразаға ниет ету жүрекпен болады, тілмен айту мұстахаб. Кімде-кім сәске уақытында тұрамын деп ниет етіп жататын болса, оның ниеті жеткілікті болады. Ниет еткен кезде хадистегі мына бір дұғаны айтса болады. Таңнан кешке дейін Алланың разылығы үшін қасиетті Рамазан айының оразасын ұстауға ниет еттім деп айтқан жақсы болады. Рамазан айының оразасына таң атқанға дейін ниет ете алмай қалған адамның ниеті сәске уақытына дейін, бесін намазына 1 сағат қалғанға дейін еш нәрсе жеместен ниет етуі қажет. Рамазан айының әр күні өз алдына жеке құлшылық болғандықтан, бұған жеке ниет етіп алуы қажет. Аллах тағала қасиетті Рамазан айында ізгі амалдарда болуымызды нәсіп етсін. Уа ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин.